Қазақ Каолин. Ақмола облысындағы Алексеев Каолин кен орнын қайта іске қосып, оны нақты өндірістік жобаға айналдырып жатыр. Бұл Орталық Азиядағы ең ірі Каолин кен орындарының бірі. Қоры шамамен 255 миллион тонна. Басты мақсат жер қойнауындағы байлықты тек қазып алу емес, оны өз елімізде өңдеп, Қазақстанға нақты пайда әкелу. 1996 жылы өндіріс тоқтағаннан кейін кен орны ұзақ уақыт бос тұрды. Инфрақұрылым тозды. Өндірістік база жоғалды. Арада 30 жылға жуық уақыт өткен соң, бұл жерде өндіріс қайта жанданды. Шілде айының басында жергілікті қоғамдастық, облыс басшылығы, банк және серіктес ұйымдар өкілдерінің қатысуымен кәсіпорынның ресми ашылуы өтті. Қазақ Каолин жоғары технологиялық өндіріс кешені жаңадан салынды. Мұнда инфрақұрылым қайта қалпына келтіріліп, Каолинді байыту желісі іске қосылды. Жобаға салынған жеке инвестиция көлемі 12 миллиард теңгеден асты. Бұл құрылтайшылардың өз қаражаты және коммерциялық банктен алынған нарықтық шарттағы кредиттік қаржыландыру. Бұл жоба индустриялық дамудың негізгі бағытына сай келеді. Инвестиция, өңдеу, жаңа технология, экологиялық тиімділік және экспортқа шығу. Өндірістің негізінде немістің АКВ компаниясының технологиялық шешімдері жатыр. Автоматтандырылған жүйе су мен энергияны үнемдеуге мүмкіндік береді. Өндіріс процесі қалдықты барынша азайтуға бағытталған. Қазір Каолинді байыту желісі техникалық тұрғыда іске қосылды. Бұл өндіріс өмірге қазірдің өзінде нақты пайда беріп отыр. 2018 жылдан бері шамамен 1 миллиард теңге салықтар мен төлемдер төленді. Сатып алулардағы қазақстандық қамту 96%-ға жетеді. Жоба аясында 150-ден астам қазақстандық компания тапсырыс алды. Құрылыс кезінде шамамен 700 адам жұмысқа тартылды. Жоба толық қуатына шыққаннан кейін 90-ға дейін тұрақты жұмыс орны ашылады. Қазақ Каолин электр желілерін жаңғыртуға 650 миллион теңгеден астам қаражат салды. Қосалқы станцияның қуаты 3 есеге артты. Бұл кәсіпорынға ғана емес, жақын маңдағы елді мекендерге де тұрақты электр қуатын беруге мүмкіндік жасады. Жоба толық қуатына шыққаннан кейін Қазақ Каолин жылына 90 мың тоннадан астам байытылған каолин өндіре алады. Сонымен бірге осыған жақын көлемде тазартылған және фракцияланған кварц құмдар да шығарылады. Бұл жоба Қазақстанның каолин шикізатына импорттық тәуелділігін азайтады. Сонымен қатар қарапайым заттар экономикасы үшін плитка, ыдыс-аяқ, санитарлық керамика, қағаз, отқа төзімді материалдар және басқа да жоғары қосылған құны бар өнімдер өндірісіне қажетті отандық шикізат базасын қалыптастырады. Өнім ішкі нарыққа да, экспортқа да бағытталған. Негізгі бағыттар Ресей, Қытай, Өзбекстан, Қырғызстан және басқа елдер. Алдағы уақытта алыс шетел нарықтарына да шығу көзделіп отыр. Қазақ Каолин базасында жеке өнеркәсіптік кластер қалыптасып келеді. Бұл шикізатты өндіруден бастап, оны байытуға және терең өңдеуге дейінгі жаңа өндірістік жол. Бұл өндірістің мәні бүгінгі күнмен ғана шектелмейді. Ол өңірге жұмыс, елге табыс әкеліп, келесі ұрпаққа жаңа мүмкіндік ашады. Бүгінде Қазақ Каолин Қазақстандағы жаңа өндірістің нақты үлгісі. Жеке инвестиция, жаңа технология, тұрақты жұмыс орындары және елге нақты пайда. Қазақ Каолин жер байлығын ел игілігіне айналдыратын өндіріс.